Күнде қорқытып қоңырау шалады. Қайыршы, тағы қайыр сұрамайсың ба? Неге төлемейсің деп айтады. 200 000 теңге төле деп талап етеді. Үйге келіп, заттарды алып кетеміз деп жатыр. Мен қорқып, не айтарымды білмеймін жатырмын. Сондай сұрақ келді менің YouTube каналыма. Ең алдымен есте сақтау керек. Бірінші нәрсе, ешкім сағат 22-ден кейін үйге қоңырау шалуға құқылы емес. Қауіптер қорқыту немесе түнгі қоңыраулар үйіңіз алдында кіреберістегі кездесулер заң бойынша бопсалау ретінде анықталады. Бұл сотқа жүгінуге және осындай жағдайларда барлық азаматтық құқықтар мен бостандықтарды бұзатын болғандықтан моральдік зиянды өтеуге себеп. Телефон қоңыраулары қорқытумен болса, оларды жазып алған болсаңыз, қылмыстық іс қозғау үшін маңызды дәлел болып табылады. Сондай-ақ олар сізге жұмысыңызға хат жіберуге құқылы емес. Бұл сіздің қарызыңыз бар екендігі туралы басшылығыңызды хабардар етеді. Бұл құпияны бұзады. Түсіністікпен отырып сабырлық сақтаңыз. Өзін таныстыруды, позицияны, үйімнің атауын сұраңыз. Сөйлесулеріңізді магнитофонға жазыңыз деп ескертіңіз. Егер сіз мұны жасамаңызда да, мен жазып жатырмын деп айтыңыз. Бұл оларды дұрыс сөйлесуге мәжбүр етеді. Және қарызды өтеу үшін мүлікті алып қою тек сот шешімі бойынша алуға болатындығын ұмытпаңыз. Мұны тек сот орындаушылары жасай алады. Бүгінгі күні кейбір онлайн компаниялар шартта қарыз алушының есебінен негізсіз баюға мүмкіндік беретін талаптарды кездеседі. Мысалы, қарыз шартында қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету бойынша кепілгер немесе бірнеше кепілгер туралы деректерді ұсыну қажеттігі туралы талап көзделеді. Оларда ұсынбағаны үшін айыппұл өндіріп алынады. Онлайн компаниялар қарыз алушыдан әлеуеттік клиенттерді табатын үшінші тұлғалардың қызметтері үшін комиссия алады. Осы компаниялар үшін қарыз шартын ресімдейді. Мұның бәрі азаматтардың қаржылық сауатсыздығынан. Сондай-ақ онлайн компаниялармен шарттар жасасатыныз қарыз алушылардың ұқыпсыздығынан болады. Толық жауап сіз осы видеоның астында көре аласыз. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.